Сәлем, құрметті оқырмандар. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге тексерілген жаңалықтарды жеткізетін боламыз күнделікті. Жаңалықтарды өткізіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басыңыздар. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Әртүрлі комментарий жазып жатыр да, мысалы сізді кешірім сұраймын, түркі дейді біреулер, кейбіреулер сенбейміз дейді. Анау мынау оларға не деп жауап берер едіңіз? Ештеңе деп жауап бере алмаймын мен. Себебі біздің Қазақстанда әркім туралы әркімнің еркін ойлауға хақысы бар. Мен туралы мен енді 19 миллион адам жеке танымаймын. Сосын әлеуметтік желіде әртүрлі ақпарат таратушылар бар. Мен өзім өз атымнан өте сирек таратамын ақпаратты. Солай тақырып тауып береді, неге тауып береді? Бұл жерде тек мен жалғыз шешім көремін. Оны жұмыспен, іспен дәлелдеу керек. Оның бәріне бұрыла беріп, оның бәрімен дауласуға. Мысалы, ана күні қай бір ютубта бір каналда жазып қойыпты, сұмдық масқара Ринат Зайытов жаңаөзеншілерден таяқ жеді. Қашан болды ондай оқиға енді мысалы. Ана әшейін қаралым болу үшін сондай теріс ақпараттарды лақтырады да көп. Мен іштей өкіп келетін шығармын, бірақ оны тек іспен дәлелдеу керек. Мен оның әрқайсысына бұрылып жауап беріп, комментировать етуге уақытын кетіргім келмейді. Ал депутат ретінде қандай сұрақтар қойғымыз келіп отыр? Қандай мәселені көтерейін деп жатырсыз? Мысалы, өткенде өнер адамдарының, мәдениет қызметкерлерінің айлығы туралы бір сауал жолдады. Одан кейін шетелден қайтарып жатқан ақшалардың нақты қаншасы қайтты? Ол туралы бір сауал жолдады. Бүгін Түркістан туралы сауал жолдағанда осындай сауалдар арқылы біз көп нәрсені көтеріп айтқымыз келеді. Әлі де көп. Келесі мысалы мен 2-3 сауалға қазір дайындалып отырмын. Соның біреуі экология министріне қатысты, өңірлердегі экологиялық жағдай, тағысын тағы жаңағы шетелдегі активтерге де байланысты көтергім келеді көп мәселені. Ал енді сіздің өзіңізде көп адам бар ма оларға сенетін адамдарға? Сіз сенетін адам бар ма? Жоқ, сіздің қасыңызда жүрген. Мен 2019-дан бері адам баласына сенбеймін. Неге? Солай. Жағдайлар сондай қалып келді. Не істейік? Бір-бірімізді қырайық па? Онда бөлінейік отырып. Мен Абай облысына барайын, Шығыс Қазақстанмен көтерілейік. Біз мына қазақтармен араласпаймыз, бөлінейік деп. Ертең Путин қолдайды, қолдамайды емес. Бөлінеміз деп шығайық. Ақтөбе шықсын, Адайын шықсын, жердің асты мұнай, үсті құдай ортасында адай. Біз мына Тоқаевқа бағынбаймыз деп, олар бөлінсін. Сосын оңтүстік шықсын. Мен ыстымын, құдайымнан да күштімін. Не болмаса мен шапыраштымын, Түркістанмен қатынастымын. Кешегі билік бізде еді, біз қайттан билікке келеміз деп. Ал бөлінейік. Осы ма қалап отырғандар? Ассалаумағалейкум қазақтарым. Мұсылманбыз деген адамдардың бәрі қазір мына Ринат Зайытов дегенге қарсы көтеріліп жатыр. Оның өтірікші екенін, 200 екенін, сатқын екенін елдің бәрі дәлелдеп айтып жатыр. Мен оған тоқталмай қойын, уақыттарыңызды алып. Мен ең бірінші мына имамдарға үнді көтерейін деп отырмын. 10 имамның 8-і алаяқ. Ринаттың айтуынша бойынша. Былайша айтқанда 100 имамның 80-і алаяқ. Неге? Өйткені сендер ұялмай ақша алып, жаназа шығара саласыңдар. Кәпір ме, мұсылман ба, тәңірші ме, оған қарамайсыңдар. Сондықтан да мұндай практиканы қою керек. Ең бірінші айтарым сендерге, мына Ринат сияқты Аллахтың жауларына жаназа шығарғандарыңды қойыңдар. Сонда ғана сендердің авторитеттерін көтеріп, ислам діні дами береді. Не деген шакал едіңдер бар ғой, сендер бар ғой, кәдімгі. Тек қараңғыдан крысаларға салып ат шықтыңдар ғой, тек Ринатқа жабысып бәрің бар ғой. Сен дәлелдеп бер, сен бүйт сөйт деп бар ғой. Шакал екенсіңдер, таза бар ғой. Сол Ринат сияқты бар ғой. Назарбаевтың кезінде неге сөйлемедіңдер? Биттеріне неге жақпадыңдар? Ашы шындық неге айтпадыңдар? Тек 80% жайлы айтып етін, кәдімгі бар ғой, бәрің шықтыңдар ғой. Бүкіл әлеуметтік жерін бәрі Ринатты жамандап. Көкелер, сендер деген бірінші Ринат сияқты болып алыңыздар. Шакал ұқсап бәрін жабыспай Ринатқан. Халықтың жан айқайын сендер айтып көрдіңдер ме? Нұртас Адамбай, сен өзің бірден істеп көрдің ме? Жұмыс істеген жоқсың ба сен? Не халықтың жан айқайын айтып көрдің бе сен? Сол жоғарға барып сөйлеп көрші сен, біріншіден. Крысалар бар ғой. Сол Ринаттың бар ғой, тырнағынан да тұрмайсыңдар мен сендерге. Биттен ертең. Сендер аға ретінде керісінше үлгі көрсету керек едіңдер, сендер айту керек едіңдер. Бауырлар, сабырға елейік. Осы Ринат ағамыз жан айқайымызды айтып жүр ғой елдің деп. Сендер қазір шакал ұқсап бәрін жабысып отырсыңдар. Кет, депутаттан кетті. Кетсен не істейсің? Кім айтады халықтың жан айқайын? Сен айтасың ба шығып? Сендер айтпайсыңдар ғой, вот именно. Так что, халқым, алданбаңыздар ондайға. Шынайына келгенде,
сол Ринат ағамыз сияқты ешбіреу айтып отқан жоқ қазір халықтың мұңын, халықтың жан айқайын. Сондықтан менің ойымша, менің жеке ойымша Ринат ағамызды қазір қолдау керек. Әлеуметтік желіде Ринат Зайытов бауырыма қарсы шабуыл үдеп баратыр ғой. Қойыңдар жігіттер, осы жерден қайтайық. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деген Абай атамыздың жаттан сөз бар ғой. Енді Абай атамыз бекер айтқан жоқ. Біздің қазақтың кругозорының төмен екені әлі де осыдан көрініп тұр ғой. Бүкіл ел боп бір жігіттің әңгіме арасында айтқан бір әңгімесіне кенеше жабысып, халық екіге бөлініп, гражданский соғыс болайын деп жатыр. Астағфиралла, Құдай сақтасын. Осы жерден қайтайық та ұмытайық әңгімені. Біздің сыртымызда екі ел соғысып жатыр. Оның ар жағында басқа елдер ұшатын машина ойлап тауып, бізден 200 жылға алдыға кетіп жатыр. Біздікі мынау масқаралық қой. Бір жігіттің әңгіме арасында айтқан бір әңгімесіне кенеше жабысып, жаман үдеп бара жатыр да. Мен түсінемін, әрине намысқа тиеді. Дұрыс емес Ринаттікі, әрине мына намаз оқитын әкелердің, мына балалардың алдында намысы келеді ғой. Оның жүрегі бір санасы бар адам түсінеді. Мен жүрегіммен түсініп тұрмын оны. Бірақ Ринаттың бір қателігін көптеген жақсылығы осы жерде жауып кету керек қой. Ринат қазір атқа қонып, халықтың мұң-мұқтажын өкіметке таңба басқандай қылып жеткізіп аққан жалғыз жігіт. Енді қасында бар ғой жігіттер, жалғыз деп айтқаным үшін тағы да осы сөзге бола даудамай болуы мүмкін да таныстардың арасында. Ринатты қазір қолдау керек бізге. Дұшпандар осыны күтіп отыр. Халықтың арасынан шыққан мықты жігіттердің өстіп аяқтан бір шалынғанын күтіп, халықты екіге бөліп, бір-бірімізбен шақыстырып, соғысқа айналдырайын деп отыр. Осы тұста біз қателік жіберіп қоймауымыз керек. Мына Балғынбек Имашев ағалар қазір атқа қонып видеоға ашуланып сөйлеп жатыр ғой. Балғынбек аға, бұндай әңгімені сіз енді бір кухняда жүрген адамсыздар ғой Ринатпен шай үстінде жеке прямой бетіне айтатын әңгіме бұл. Бұны әлеуметтік желіге видео қылып салып, одан бетер ушықтырмаңыздар, осы жерден қайтайық. Ел болам десек, масқара мынау. Болар елдің жігіттері бірін-бірі батыр дейді деген. Осы жерден әңгімені тоқтатып, Ринатқа қолдау көрсетіп, атқа қонып елім, жерім деп жүрген, шырылдап жүрген азаматтың сағын сындырмай, ары қарай демеп жіберейік. Осы жерден әңгімені тоқтатайық, ел болам десек, жігіттер. Исламофобия қатты дамып келе жатқан үрдіс. Жалпы әлем бойынша, соның ішінен Қазақстанда шет қалып отқан жоқ, байқап отырсыздар. Жалпы исламға деген, мысалы, Құран өртеу, пайғамбарымызға карикатура дегендей, мынау қазір намазхандарға тиісіп жатыр, орамалға дегендей. Бірақ бұның түбі жаман болуы мүмкін. Қоғам былай айтқан кезде дүрілдеп, халық бір келеңсіз жағдайларға ұшырай ма деп ойлаймын. Сондықтан да қазақстандықтарды біз сұранатын сабыр етіңіздер, тыныштық болсын. Президентіміз бар, заңымыз бар, Құдайға шүкір. Егемендік еліміз бар, сондықтан да сәл сабыр етейік, провокацияға берілмейік. Ол Ринат Зайытовтың ойбай мен халықтың проблемасын шешем, мен проблемасын көтерем дегеннің айтқан сөзінің барлығы, помните, 2000 жылдары кезінде Назарбаев 30 жыл бойы әлі дейін, помните, айтқан сөз бар. Құдай қаласа, вот даст Бог 2016, 17, 18, 20 год, даст Бог 20-го будем жить хорошо, очень хорошо деген айтқан сөздер болатын. Тура сондай міне. Ол бір сөзбен айтатын болсақ, мынау Назарбаевтың режимінің сайқалы. Сайқымаза ол. Халықтың сатқын ақын. Қазір ол жаңа билікке кіріп, депутат болып, айтқан сөздерін тыңдап көріңізші, не дейді ол? На билікті қолдайсыз ба деп сұрағанда, ол айтады, оның алдында мен жаңа кім? На билікте болған адамдар жартысы кетіп қалды. Жартысы кеткенде ол кім? Назарбаев артында тұр, Тоқаев бұрынғыдай билікте жүр. Кеткен адамдарды көрсетсінші. Ешкім кеткен жоқ. Нұр-Отанның орнына Нұр-Аманат деп қойған болды. Ешкім ешқайда кеткен жоқ. Сонымен ол жаңа кім айтып жатыр ғой? Заманбек, сайқал адам, мына биліктің көмекшісі, ақын болғанда мына билікке өлең айтатын ақын. Ол халықтың адамы емес. Жетекші дейді ондайлар, жетекші. Ассалаумағалейкум бәріңізге. Бүгінгі таңда қазір Ринат Зайытовтың 80% мұсылмандар, намаз оқитындардың алаяқ екенін айтқан дұрыс емес деп санап жатқан жандарға, сендер намаз шынымен де ниетпен оқысаңдар, бұл сөзге мүлдем мән бермейтін едіңдер. Таза намаз оқитын адам оның ниетін Алла ғана біледі. Ол біреуге мен намаз оқып жатырмын деп айтпайды. Сондықтан ағайын, қазіргі
көбінесе толқу болып жатқан жақтардан өз бейнелерін ашып жатырсыздар, көріп жатыр кім қазір қандай адам екенін. Сондықтан өтірік намаз оқығанды қою керек. Шын ниеттеріңді Алланың алдында ғана дәлелдеңдер ағайын. Ринат Зайытов тек қана алға. Не айтсаң да, брат, алға. Сан ғасырлар бойы ата-бабамыз жерімізді, елімізді, тіліміз бен дінімізді сақтап, ұрпағымызға жеткізу үшін қан төгісіп, қан берісіп, қаншалықты қиындықтарды бастан өткізді. Мен сол ата-бабаларымыздың берген аманаттарын ары қарай алып кетуімізге, сақтап, ұрпағымызға үйрету біздің мойнымыздағы парызымыз. Енді дінтану мамандығы болғандықтан, діни мәселеде бір кішкене ой түйін айтқым келіп отыр. Кеше ғана Ринат бауырымыз намазхандардың 80% алаяқтар деп, және тағы басқа дінге тіл тигізген еді. Әр маман өз мамандығы жөнінде сөйлесін. Бірақ дінге келгенде екінің бір маман болып кеткен. Мамандығы болмағандықтан Ринат Зайыптың бұл сөзі өте қате. Қаншама көптеген бауырларымызға намысына, арына, құқығына сөз тигізді. Бір адамның жамандығын көріп, бүткіл адам сондай деп айтуға болмайды ғой. Себебі Ринаттың өзі біледі, бір құмалақ, бір қарын майды шірітетіндігі. Бір депутат ұйықтап жатыр деп, 80% депутат жана ұйқыбас, маубас, арам тамақ деп айтуымызға құқығымыз бар ма? Жоқ, әрине. Сол тәрізді бір министріміз бір қателік жасап, елден бюджеттен ақша ұрлап, шетелден үй алып, қашуға дайындалып жүрсе, 80% министр қашқын коррупционер деп айтуымызға бола ма? Жоқ, әрине. Сол себептен бір адамның қателігін көріп, бүткіл адамға топырақ шашуға, оның арына, намысына тиюге болмайды. Сол себептен Ринат бауырымыз жалпы қазақ елінен кешірім сұрап, өзі тәубесіне келсін. Қазір екінің бірі дін жайлы айтып, дінге тиісетін болып кетті. Естеріңізде болсын. Дін ойнайтын ойыншы құрал емес. Алланың қаһарына ұшырап қалмайық. Дінді дұрыс сөйлемеу арқылы адам діннен шығып кетеді, мұсылмандығынан айырылады. Сол себептен дінді тек діннің мамандығы ғана сөйлеп, солардан кеңес сұхбат алыңыздар. Ал қай-қайдағы бір адамнан орамал жайлы, сақал жайлы, намаз жайлы, тағы басқа тағын сұрау, ол қате пікір. Ал халқым аман болайық, жақсылықта кездесейік. Осындай олқылық мәселелерді түзеп, бірлікте жүрейік.